Депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Құрметті Ержан Сапарбекұлы, сұрағымды қатты айтайын десем, наурыз кеп тұр, наурызда енді қатты айтуға болмайды негізінде. Бірақ та мәселе өте өзекті. Заң жобасында интернет желісі арқылы жезөкшелікпен айналысуға арналған притондарды ұйымдастыру немесе ұстау үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қазір әртүрлі сайттарда жыныстық қызмет көрсету, адам ағзалары мен тіндерін сатып алу, сату, сондай-ақ балаларды заңсыз асырап алуға беру туралы жарнамаларды көруге болады. Заманауи технологияларды ескере отырып, мұндай чаттар шетелде де бізде де ашылады. Мұнда республика азаматтары және шетелдіктер ұйымдастырушылар бола алады. Осыған байланысты мен бірнеше сұрағым бар. Кезектесем құжатым бар қолымда. Осындай хабарландыруды, бақылауды қашан қолға аласыздар? Мысалы айталық. Ол жалпы сұрақ. Мұндай жабық топтар қалай анықталады? Егер олар шетелде болса, осындай чаттарды ұйымдастырушылар қалай жауапқа тартылады? Мынау заң жобаңызды қарасам, өте әлсіз заң жоба, механизмдері аз. Мынау қарастырылып отқан заң жобасында осындай әрекеттер жарнамалауға тыйым салу механизмдерін байқап отқан жоқпын. Және ең соңғы сұрақ, мынау мен қолымда сіздің орынбасарыңыздың жауабы. Лепеха деген орынбасарыңыздың жауабы. Бұл орынбасарыңыз мен бұрын бірнеше сұрақ қойдым. Мынау жезөкшелік притондардың үстінен қарап отыратын полиция қызметкерлері деген позициямды әлде ұстанып отырмын. Мен сізден осыдан бір жыл бұрын нақты сұрақ қойдым. Қанша полиция қызметкерлері жауапқа тартылды? Бар болған 23 жылы 5-ақ қана полиция қызметкері жауапқа тартылыпты. Ал егер мен өзім жер қатынастарын қойып, осының бәрін зерттесем, анықтасам, мынау... Сұрағыңызды қойыңыз енді. Микрофонын тағы да қосыңыз, депутат Базарбектің. Егер мен өзім осы іске кірісіп, мұна ақпараттың бәрін жоққа шығарсам, бұл ақпарат жалған болып шығады ғой сіздің маған берген ақпаратыңыз. Осы сұраққа жауап беріңізші маған. Енді сұрағыңызға рахмет деп айтпайын, орынды сұрақ бірақ. Жалпы жаңа айттық қой, 309 баптың жаңа статьяның 2-ші бөлігі деп. Жалпы осы интернет ресурстар бойынша қараймыз. Жалпы бүгінгі күнде қандай жұмыстар жүріп жатыр? Өздеріңіз білесіздер. Мынау кибернадзор деген программа бар. Сол бойынша біз осыны анықтаған сәтте осыған тосқауыл қоямыз. Бүгінгі күнде жалпы бәрі осы қылмыстық әрекеттері бар. Жаңа осындай жарнама, осындай енді реклама дейміз, осындай болған біз 6000-нан астам жаңа тосқауыл қойдық. Оның ішінде біздің сұраққа қатысы бар, қазір жобаны қарап жатырмыз ғой, осыған қатысты 620. Енді бұл жұмысты арыда жүргіземіз. Өкінішке орай өзіңіз жаңа сұрағыңызды айтып кеттіңіз. Бұл өкінішке орай бұның жаңағы администратордары, жетекшілері ол шетелде отырады көбінесе. Біз енді жалпы мынау оказание правовой помощи дейді жалпы. Біз енді дүние жүзінің орынды ішінде мүшесіміз. 47-тен астам бүгінде тағы да басқа мемлекеттермен осындай жаңа келісім шарт деген секілді сондайға қол қойып жатырмыз. Біз анықтаған кезде одарға, конечно, сұраныстар жібереміз. Жалпы бұл жұмыс біздің күнделікті бақылауымызда, бұл жұмысты ары қарай да ұйымдастыратын боламыз. Енді заман орында тұрған жоқ. Мынау цифрландыру, жалпы цифровизация дейміз. Оның ішінде жаңағы цифрлыққа қатысты қылмыстардың тәсілі де басқасы өзгеріп келеді. Соң заманауи бізде қазір киберпол дейміз, өзіміздің ішінде осындай мәселелермен етіп жатырмыз. Енді жаңа сұрағыңыз бойынша енді менің орынбасарым сізге жауап берген жауап бойынша енді 4 деген ол нақты фактілер шығар. Енді өкінішке орай ондай фактілер бар. Біз оның біздің ішкі істер министрінің саласында бір емес үлкен департамент бар, өзімдік қауіпсіздік департаменті. Сол департамент осы жұмыстармен айланысады. Өкінішке орай ондай фактілер бар. Мен ойлаймын, олар сатқындар,
біз олармен көп сөйлеспейміз, оны анықтап, жаңа қылмыстық жауапкершілік, оны дәлелденбей жатса, онда жұмыстан жаңағы айтамыз ғой, мына теріс сипатпен жұмыстан шығарылады. Енді жаңа 4 фактіден мен оны барға соң қарайын, қандай мәлімет берген екен. Жалпы сізбен өзіңізбен жеке осы сұрақ бойынша сұхбаттасып қарайық. Сіздің қандай ұсыныстарыңыз болады? Қарайық. Жалпы проблема үлкен, дұрыс айтасыз. Рахмет. Болды ма? Қойыңыз, депутат Базарбек. Вы сами верите, что по всей Республике Казахстан за 2023 год было выявлено всего лишь 5 фактов покровительства сотрудникам полиции, проституции и притонов? Я как министр внутренних дел уверен, что 99% сотрудников полиции, они преданы своему делу и присяге. Но здесь моменты такие, много разговоров ходит, я уже сказал. Если есть такие факты, мы и везде, где на сходах, на встрече с общественностью, мы об этом говорим. Но в данном случае, наверное, мой заместитель имел в виду фактаж, то есть доказанное преступление, наверное. Конечно, мы проверяем, мы эту работу проводим. ДСБ, она полномочна проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении сотрудников. Спасибо.